Қайырлы кеш, құрметті достар. Мен сіздерге бүгін шүкіршілік туралы әңгіме қозғағым келіп отыр. Таңертең сіздер күнді қалай қарсы аласыздар? Таңертең ұйқыдан тұрғанда, көзді ашқан кезде шүкіршілік айтасыздар ма? Мен осы соңғы кезде шүкіршілік айтуды әдетке айналдырдым. Ұйқыдан тұрып көзімді ашқан кезде Аллаға сансыз шүкір, мені аман есен ұйқыдан тұрғызғаны үшін деп айтамын. Және соның артынан бүгін менің күнім өте берекелі, сәтті, табысты болады деп айтамын. Яғни түпсанаға, подсознанияға қандай заказ тапсырыс береміз, сол орындалады. Таңды қалай атырасыз, күніңіз солай батады, күніңіз солай өтеді. Енді былай айтатын болсақ, Құранда жазылған: шүкіршілік етсең арттырамын дейді. Яғни не нәрсеге шүкіршілік етесіздер, сол нәрсені арттырады. Мен осы жерде айтайын дегенім, осы Астанаға келген кезде бірінші кездері біз квартира жалдап жүрдік, пәтер жалдап. Сол кезде аядай кішкентай бір бөлмеде тұрдық. Екі баламмен, кішкентай жолдасымызбен. Сол бір бөлменің ішінде бәрін жасайтынбыз. Тамақты да, сабақты да, ұйықтайтын да, сол бір бөлмеге ұйықтайтынбыз. Барлығын бір бөлмеде жасайтынбыз. Сол кезде мен жаңағы сол бір бөлмеде болғаным үшін, тұрып жатқаным үшін шүкіршілік еттім да. Жатақхана сияқты болды, ұзын коридор, бөлмелер болды. Сол кезде сол коридорды көршілерге айтып, кезекпен жүріп тұрайық деп, кезекшілікті ұйымдастырып, сол үйді өзімнің үйімде етіп қарадым. Менің мұндағы айтайын дегенім, сол бір бөлмеге мен не үшін осы кішкентай бөлмеде тұрамыз, неге бізге осы үй бермейді Алла тағала деп мен күпірлік айтқан жоқпын, керісінше шүкіршілік айттым. Біз адамдар пенде болғасын көбіне күпіршілікке кетіп қаламыз. Күпіршілік айтқан ол Аллаға претензия айтқанмен бірдей. Ол негізі дұрыс емес екен. Сонда дегенің, бір бөлмеде тұрып жатқан кезде мен соған шүкір айтып, өзімнің үйімде қарадым. Содан кейін біз ол кезде жер үйде тұрсақ, кейіннен біз қалаға бір бөлмелі үйге көштік. Ол кезде де мен шүкіршілік айтып жүрдім. Жолдасыма рахмет айтып жүрдім. Сонда айтайын дегенім, осы үйімнің барына, тұратын жерімнің барына шүкір деген кезде Алла менің ниетіме орай 2 қабатты коттеджді үйді алдық. Сонда осы жерде сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Мен үйім барына шүкір еткен үшін маған Алла тағала ниетіме үлкен үйді берді. Сол айтқандай, мысалы ақшаңызға шүкіршілік етсеңіз, осы ақшамның барына шүкір деп, онда сіздің ақшаңыз көбейеді. Егер сіз ақшаңызға қанағат тұтпай, шүкіршілік етпей, осы қу ақша қашан жетеді, ештеңеге жетпейді деп айта беретін болсаңыз, күпірлікті, онда сіздің ақшаңыздың берекесі кетеді. Ал үйге береке келтіретін әйел адам, әйел адамның көңіл күйі қалай болады, үйде солай береке, мереке болады, оны жақсы білесіздер. Енді осы жерде айтайын дегенім, қазақта айтады, шүкір етсең, шүкіршілігің артады, ісіңе береке келеді дейді. Яғни бұл жерде шүкіршілік бар жерде береке де болады. Береке, шүкіршілік деген өзі қатар жүретін ұғым. Енді мына жерде осыны айтқым келеді. Сіздер шүкіршілікті күнделікті айтып жүретін, жазып жүретін бір дәптер арнаңыздар. Дәптер арнап қойыңыздар, атына шүкіршілік дәптер деп жазып қойыңыздар. Күнде 5 шүкіршілікті міндетті түрде жазып отырыңыздар. Бұл сізді неге үйретеді? Біріншіден шүкіршілікті айтуға әдетке үйретеді, екіншіден сізді Аллаға жақындатады, үшіншіден шүкіршілік айтқан кезде сіздің берекеңіз артады. Негізі әр нәрсені 28 күн бойы үзбей істей берсеңіз, ол әдетке айналады. Ал әдет әрекетке айналады. Әрекет болған жерде берекет болады, оны жақсы білесіздер. Осы жерде айтайын дегенім, шүкіршілікті ауызбен айтамыз ғой деп айтуыңыз мүмкін да, айтқан бір бөлек, жазған бір бөлек. Жазудың құдіреті өте күшті. Сондықтан шүкіршілік дәптерлеріңізді арнап күніге жазасыздар. Күнде 5 шүкіршілік. Әртүрлі шүкіршілік жазсаңыз да, күнде бір шүкіршілікті жазсаңыз да бола береді. Ең бастысы ниет. Ұйқыдан аман тұрғаныма шүкір, денім сау болғанына шүкір, отбасым аман болғанына шүкір, жолдасымның бар болғанына шүкір, ата-анамның барына шүкір деген сияқты ары қарай кете береді, солай жалғастырып жаза бересіздер. Мен сіздерге осы жерде түсінікті айтайын деген ойым, әрбір нәрсеге шүкір айтыңыздар. Әйел адамдар көбіне тілден табамыз. Басқа пәле тілден дейді қазақ.
Сол үшін біз күпіршілікті айтпай шүкіршілікті көп айтсақ, өзіміздің жолымызды өзіміз ашамыз, үйімізде береке болады. Мен сіздерге енді шүкіршілік деген жазған өлеңімді оқып берейін, мейірім махаббатпен қабыл алыңыздар. Иә, шүкіршілік етемін күнде Аллаға, шүкір етсең арттырамын деді Алла. Әр атқан таңым, батқан күнім үшін шүкір етемін мен күнде Аллаға. Ұйқыдан тұрдым аман-сау ояу, 12 мүшем тұр ғой сап-сау. Балаларым анашым деп жүр сонау, жолдасым жүр қасымда қолдау. Сезсеңіз бақыт қасыңызда екен, бақытты сырттан іздеме сен. Бақыт сенің жүрегіңде өзіңнің, шүкіріңді айтып күнде жүргің. Шүкір, шүкір деймін мен Аллаға. Алладан асқан құдірет бар ма? Алладан ғана сұраңыз бәрін, Алла өзі реттейді бәрін. Осы өлеңде мен өз ойымды түсінікті жеткізе алдым деп ойлаймын. Сондықтан да достар, шүкіршілік ететін адамдардың қатарынан болайық. Иә, күпіршілік жасамай шүкіршілік жасап жүрейік. Әр нәрсеге шүкір айтқан сайын артады екен. Осы тақырыпты бүгін сіздерге жеткізгім келді. Сіздерге пайдалы ақпарат бере алсам өте қуаныштымын. Осындай аз ғана шағын видеолар түсіріп тұрайын ба сіздерге? Сабақтар, мәліметтер, ақпараттармен бөлісіп тұрайын ба? Осы видеоның астына сіздер маған кері байланыс жасап қойсаңыздар, мен қуанып қаламын. Қандай тақырыпта ой қозғағанды қалайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Иә, бүгінгі эфирім осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.